Сабыржан Зияевті осыдан бір ай бұрын үйіндегі мысығы жарақаттап Темірлан ауылындағы орталық ауруханаға медициналық көмекке жүгінген. Құтыру ауруына қарсы барлық вакцина алғанмен науқастың қолындағы жарақат асқынып, соңында хирургиялық көмекке жүгінуге мәжбүр болған. Бір, екі жерінен бір, үш жерінен бір кесілген, іріңдеген жері. Ол енді ар жақта таза кесіліп, тазаланбаған, сол қалып кеткен, іріңдеп, содан асқынып кеткен ғой. Қолымды кескенде уже осымен үшінші рет кесіліп жатыр ғой. Соңғысы деп ойлаймын өзім енді. Одан бері енді әзірше қиындық жоқ. Бері қарап жазылып келе жатыр ғой. Биыл үш айда Шымкент қаласы тұрғындар арасында құтыру ауру тіркелген жоқ. Ал жыл басынан бері қалада жануарлардың тістеуінен, тырнауынан зардап шеккен 74 адам медициналық көмекке жүгінді. Көмекке жүгінгендердің барлығына да құтыруға қарсы екпе тағайындалған. Аурудың алдын алуға болады. Бұл үшін уақытында медициналық көмекке жүгініп, құтыруға қарсы екпелерін алу және екпенің үзілуіне жол бермеу керек дейді мамандар. Қазір көктем мезгілі кезінде көбінесе жаңағы кешкі сабақтан қайтатын кезде, түсте сабақты баратқан кезде оқушылардан жарақат алып жатқандар көп. Сосын ересек адамдардың да арасында көп. Сондықтан бұл жерде тағы бір ескере кететін нәрсе, ол үй жануарларына біздің қала тұрғындарының жауапкершілікпен қарауы. Яғни көшеге шығармауы. Мысалы бізде де қала бойынша мысалға бір биылдық алатын болсақ, 2023 жылы тістелінген науқастардың, жарақат алған науқастардың 358 науқастың оның жануары белгілі болған. Яғни ол өзінің егесі бар жануарлардан жарақат алып жатыр деген сөз. Олар сол жаңа өзінің үйіндегі ұстап отқан мысығына немесе басқа жануарларына жауапкершілікпен қарау керек деген тұжырым жасаймыз. Біле жүріңіз, егер сіз немесе сіздің жақындарыңыз жануарлардан зардап шеккен жағдайда жарақат орнын сабынды таза сумен жуып, жарақат айналасын спиртті ерітіндісімен залалсыздандыру керек. Сондай-ақ міндетті түрде жақын жердегі медициналық көмекке жүгініп, антирабиялық екпе алу қажет. Себебі құтыруға қарсы екпе алу аурудан сақтанудың жалғыз жолы. Лаура Нақыпқызы, Ерлан Бексейітов, Александр Крапивкин, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.